Палауыңыз дұрыс шықпайтын болса, онда міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көруге кеңес беремін, себебі бір жасағаннан-ақ мінсіз болып шығады. Видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмай, соңына дейін қарауға кеңес беремін. Ең алдымен қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, үстінен жұқалап туралған пиязымызды қызарғанша қуырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай. Пиязымыз қуырылып болғаннан соң үстінен етімізді салып, оны да қызарғанша жақсылап қуыратын боламыз. Видеода көрсетілгендей жақсылап қызарғанша араластырып тұрып қуыратын боламыз. Содан соң үстінен ұзынша етіп туралған сәбізімізді салып, оны да жақсылап 20 минут шамасында қуырып аламыз. Барлығы жақсылап қуырылғаннан соң үстінен қайнап тұрған суымызды құямыз. Құрамына қажет заттардың барлығын төменге описание бөліміне қалдыратын боламын. Қазанымыз бұрқылдап қайнағаннан соң ортасына бір бас сарымсағымызды салып, баяу отта 30 минут шамасында қалдырамыз. Күрішіміздің үстінен тұзымызды саламыз, бір ас қасы, сосын үстінен жылылау су құйып қалдырамыз 20 минутқа. Арада 30 минут өткеннен соң чесногымызды алып тастап, үстінен жаңағы тұзға салып қойған күрішімізді жақсылап жуып тазалап, біздің қазанымызға саламыз. Күрішімізді біркелкі етіп жайып шығамыз. Достар, қазақша контенттің, яғни қазақша фудблогтың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып, арнама тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, өз ойларыңызды қалдыра отыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да кереметтей рецепттермен бөлісетін боламын. Үстінен суымызды құйып, суымыз тартылғанша күтеміз. Дәміне қарай тұзын саламыз, дәмін көріңіздер міндетті түрде. Тұз аз болса, тұздарыңызды қосыңыздар. Енді күрішіміздің барлығын бір жерге жинап, осындай 5-6 тесік жасап шығамыз қасығымыздың көмегімен. Қақпағын жауып 20-25 минут аралығында ең төмен отта бұқтырып аламыз. Және бір 10 минут өткеннен соң күрішімізді екінші жағына қарай аударамыз, бір қалыпты барлық жері бірдей пісуі үшін. Ол жері видеоға түспей қалған. Мінекей достар, осымен біздің палауымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.